Өзіңіз білесіз, бұл жөнінен заң қабылданды, активтерді қайтару туралы. Президент қол қойды, күшіне енді. Мына 1 қаңтардан бастап ол жұмыс жасап жатыр. Енді мына өткенде бір мәліметтер бойынша 1 триллионға жуық қаражат қайтарылды. Енді әрине ол енді өздеріңіз де бізден жақсы білесіздер ғой. Қанша сумманың миллиардтаған жаңағы байлықтың кетіп қалған. Сондықтан оның барлығы қайтпай, әр қазақстандықтың да көңілі көншімейді ғой. Сондықтан бұның төңірегінде бұл әшейін бір компаниялық жұмыс емес, бұл кәдімгі қалыпты жағдайда мына өкімет басындағы билік тұтқасын ұстап жатқан азаматтардың барлығының жаңағы басты бағыты болу керек. Президенттің жаңағы осы активтерді қайтару туралы қойған жарлығы ол орындалу керек. Қазір орындалмай отыр ма? Жоқ, қазір орындалып жатыр. Бірақ та оның бәрі бір күнде